Сондықтан сіз бен біз қолымыздағы тапқан адал дүниеміз, маңдай аппақ терімізді сығып тапқан дүниемізді от шашу мен салюттарды сатып алып, оны аспанға атуыңыз ысыраптың белгісі. Бұл жақсылықтың белгісі емес, бауырлар. Бұл нәрсені қояйық. Аллах Тағаланың ашуын, ызасын келтіретін нәрсе. Бір жағы күнә, екінші жағы ысырап, үшінші жағы денсаулық. Хайуан екеш, хайуан, иттердің өзі ұлып, елдің ішіне қашып кетеді ағайын. Аспаны тарсылдап, төбесінен оқтар ұшып, тыйналып жатқан елдер бар. Соның кейпін басымызға шақырмай, мемлекет ол өзі атап, салютын жасайды, ол басқа нәрсе. Оның да сұрағы болады керек болса. Ал біз, ағайындар, семьяның ішінде от шашу жасамаңыз. Сол от шашуға кеткен пайдаңызды, қаражатыңызды жетім жесірлердің аузына салайық.